жүкті әйелдерде бізде сүт безі де жыртылады, сан да жыртылады, иық та жыртылады, яғни біз оны сақтау үшін біз витамин ішеміз. Бұл қандай? 20 аптадан бастап әрбір әйел адвантан, болмаса облепиховое масло, яғни мучной тағамдар, онды тағамдарға отказ беру керексіз, газированный тәттілерге отказ беру керексіз, оның орнына яғни сорпа, қайнатпа, немесе басқа нәрселер болса қайнатылған картошка. Ассаламу алейкум, қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен сөйлесетін тақырып бұл растяжка, яғни іштің жыртылуы. Жалпы не только іштің жыртылуы, жүкті әйелдерде бізде сүт безі де жыртылады, сан да жыртылады, иық та жыртылады, яғни білек, қол, барлық жер, яғни қай жеріңіз семіреді, бүкіл жер сенде жыртылады. Сол нәрсе жыртылмау үшін не істеуге болады? Көбінесе біз байқамаған халде бұны ұйықтап жатқан кезде тырнап тастаймыз, соның әсерінен жыртылуы одан бетер екі есе үш есе асқындырып жіберуіміз мүмкін. Сол туралы сөйлесетін боламыз иншалла. Сонымен қатар алдын алу мақсатында не істеуге болады? Ал егер уже сізде бұл нәрсе болса, оны кетіру үшін қалай жұмыс жасауға болатындығы туралы әлі алдағы видеода айтатын боламыз. Ол үшін міндетті түрде лайк басып мені қуаттандырып қойыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, пожалуйста, комментарийден күтемін. Ал егер де комментарийден жауап таба алмағандар, онда Instagram парақшаға тіркеліңіздер. Сол жерден сұрақтарыңызды жауапты тегін алуларыңызға болады. Себебі ол жерде дайрект бар, сторис бар, прямой эфирлер бар, сол жерден көре алсаңыздар болады. Ендеше жалпы қалай іс-әрекетке кірісіп жүргізуімізге болады, не істеуіміз керек? Бізде іш қай уақытта шығады? Біздің ішіміз 20 аптадан бастап жаймендеп шығып келе жатады. Сол уақытта бізде мелатонин көбейеді, яғни не істейді? Бүкіл жеріміз бұрынғы түске қарағанда қоюланады деген сөз. Былай айтқанда қараяды. Ол сіздің қолтық астыңыз болуы мүмкін, сүт бездеріңіздің ұшы болуы мүмкін, интимді жеріңіз болуы мүмкін, даже білектеріңіз, болмаса мынандай тізеңізде тура осылайынан осындай жерлердің барлығы қатты қараюы мүмкін да. Естественно, сол уақытта сізге, егер бетіңіз құрғақ болса, особенно қара дақтар пайда болуы мүмкін да. И бұл нәрселер кетіру мақсатында біз не істейміз? Мелатонинді азайту алмаймыз, ешқандай, потому что ол уже гормондардың әсерінен болатын дүние. Но біз оны сақтау үшін біз витамин ішеміз. Бұл қандай? Витамин Е міндетті түрде, омега 3, 6, 9 витаминін ішу керек біз 12 аптадан кейін, екеуі де ішіледі да. И плюс D3 витамин ішуіміз керек міне. Чтобы сол нәрселер болмау үшін, алдын алу үшін да. Енді ары қарай бізге қалай жақсы нәрсеге қарай өтуімізге болады, ары қарай біз не істеуімізге болады. Біз іш майлары күннен күнге өскен кезде біз білмеуіміз мүмкін, біз оған мән бермеуіміз мүмкін. Это нормально. Бізді қышымайды, ауыртпайды, жыртылып жатқан жоқ, вроде нормально сияқты да. И біз қай уақытта бастаймыз? Әбден жыртылған кезде, менікі жыртылды, не істеймін да, уже все. Ол кезде уже ештеңе көмектеспейді сізге. Неге? Потому что жыртылып қойды ол уже, все. Сіз деген оған алдын профилактика емес. Профилактика деген ол алдын алу. Яғни ол нәрсе болмай тұрып істеу да. Сондықтан 20 аптадан бастап әрбір әйел адвантан, болмаса облепиховое масло, болмаса әдемі маслының есіммен да, ең басты аптекалардан сұрасаңыздар да болады да. Болмаса тіпті эфирный масло, бірақ оның өзі кішкене балаға зиян келтіруі мүмкін. Лучше оливковое масло жақсырақ, себебі эфирный масло бізде көбінесе аллергия береді өкінішке орай да. Осылайынан тіпті болмаса аллергияңыз болмаса элементарно Johnson's Baby да. Соны алсаңыз да болады. Сол масланы алақаныңызға жағасыз да, біріншіден иықтарыңызға, білектеріңізге бүкіл жеріне үстіп жағып аласыз. Неге? Ол жақтарыңыз семіріп жатса. Одан кейін сүт безіңізге жағасыз. Как раз сүт безінің ұшын шығару үшін ұшында былай тартып қоюыңыз керек болады. Одан кейін ішіңізге, потом саныңызға, потом жамбастарыңызға жағуыңызға болады. Неге? Себебі мына теріге май сіңген сайын не болады? Май бізде не болады? Созыла бастайды. Яғни созылу, эластикасы оңайырақ болады. Сондықтан сіз май жаққан сайын бұл да әдемі ашылатын болады, әдемі созылатын болады. Сол мақсатта сіз всегда осы майды қолданып отырасыз. Бұны қалай? Аптасында кемінде 2 рет. Әрдайым шомылып болғаннан кейін аптасында 2 рет осы майды жағып отыруыңыз керек болады, Одан кейін оны сүртпейсіз, ештеңе қылмайсыз, жұқалап жағып қоясыз, өзі сіңіп кетеді әдемі болып. Балаға ешқандай зиянын келтірмейді. 20 аптадан кейін қай уақытқа дейін десеңіз, кемінде 35 аптаға дейін. Неге? Себебі ең оптималды өтетін уақыт бұл бізде 28 аптадан кейін, яғни 7 айдан кейін баласы бірден дәу болып кетеді. 7 айға дейін оның іші жоқ болып келеді да. 7 айдан бүк ете қалады, іші кәдімгідей. Сол нәрсеге болмау үшін сіз сол уақытта 35 аптаға дейін жағуыңыз керек. И плюс бұған не істе диета. Диета міндетті түрде ұстайсыз. Неге?
Нормада біз салмақ қосамыз максималды 15 килоға дейін біздің салмақ қосуымыз бұл қалыпты. Оның ішінде баланың салмағы, судың мөлшері, жатырдың өсуі, плацентаның салмағы, сүттің толуы да осының бәрі рөл ойнайды. Соның бәрін қосқанда 15 кило. Одан ары қарай ауыр салмақ қостыңыз ба, значит бізге не? Ауызды тыю керек дегенсіз, иә? Яғни мучной тағамдар, иә, онды тағамдарға отказ беру керексіз, газированный тәттілерге отказ беру керексіз. Оның орнына жаңағыдай жеңіл тағамдар жеу керексіз. Яғни сорпа, қайнатпа, немесе басқа нәрселер болса қайнатылған картошка, болса жұмыртқа, тағы нәрсе осындай қайнатылған түрдегі тағамдарды көбірек қолдануыңыз керек болады. Сол кезде ғана сіз артық салмақ қоса алмайсыз. И ол бала өспей қалады деген нәрсе емес, наоборот, ол по-любому өседі. Егер сіз витамин уақытылы ішсеңіз, ол все равно өседі бала, иә? Ал артық салмақ одан ары қарай кетіп жатса, ертең туу да босану да қиын болады, ол жерде разрыв болуы да мүмкін, босанғаннан кейін халіңізге келуіңіз де қиын болуы мүмкін. Сол себептен өзіңіздің мынандай әдемі формаңызды сіз бұзбау керексіз, кетірмеу керексіз. Ол үшін қазірден 20 аптадан бастап профилактика жасау керексіз. Одан кейінгі сақтаған профилактикаңыз, яғни жыртылып бәрі кірісіп кеткеннен кейінгі профилактика, ол уже профилактика болып саналмайды. Сосын айтасыз, дым да көмектеспеді деп. Поэтому дым да көмектеспеді деп айтпау үшін сіз 20 аптадан бастап әрекетке кірісіңіз. Түсінікті ме? Ендеше сіздермен бірге болған доктор Сейіт Жапаровна, барлықтарыңызға мың алғыс, ақпарат тиімді болды деген ойдамын. Келесіде қандай да бір сұрақтарыңыз болса, онда менің осында комментарийде немесе өзімнің Instagram парақшамнан күтетін боламын. Барлықтарыңызға рахмет.